Әсілі адам баласы бір-бірінен терең білімімен, көркем мінезімен артық болады. Басқа жолмен артық болдым деу құр далбаса деп, хакім Абай атамыз айтқандай, кемелденген білім иесі, жетістікке жетуде табысты тұлға болудың бірден бір жолы ол біз тек қана кітап оқу арқылы жетеміз. Армысыздар, ардақты ата-аналар, құрметті ұлағатты ұстаздар, зейінді оқушылар. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың бастамасымен оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы қолдау аясында бүгін сіздерге мектебіміздің кітапханасына келіп түскен кітаптарды таныстырылым жасай отырып, сіздерге 10 кітапты 3 топтамаға бөліп назарларыңызға ұсынбақпын. Мен Тұрғанбаева Мейрамгүл Бердібайқызы, нөмір 60-шы жалпы білім беретін орта мектептің директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары ретінде ардақты ата-аналарыма ең бірінші кезекте тәрбие құралы ретінде осы 2 кітапты ұсынғым келеді. Ең бірінші Зейнеп Ахметованың Күретамыр атты кітабы. Зейнеп Ахметова халқымыздың айбынды батыры, Бауыржан Момышұлының жалғыз ұлы, Бақытжан Бауыржанұлының жұбайы, ата тәрбиесін көрген, қазақ дәстүрлерін, тәрбиесін насихаттаушы, қазақ тәрбиесі тақырыбында қалам тербеп жүрген ең керемет жазушыларымыздың бірі. Рухани жаңғыру аясында ұмыт болған салт дәстүрлерімізді, санамызды жаңғырту арқылы біз кемелденген келешекке жетеміз. Осы ретте Зейнеп апамыз қазақ әйелі, қазақ анасы, қазақ қызы қандай болу керек? Қандай біздің дәстүрлеріміз ұмыт болып бара жатыр? Қалжа, танабау, кекіл, тұлым, осындай біздің дәстүрлерімізді анық түсінікті етіп жазған. Бұны оқи отырып, шынымен де біз тек қана тамырымызға терең бойлау арқылы санамыздың жаңғыратынына көзімізді жеткіземіз. Ал екінші ұсынатын кітабым бұл филология ғылымдарының докторы Лев Гумилев атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті Омар Жалилұлының Харекет кітабы. Харекет кітабында Омар Жалилұлы әйел адамның отбасындағы ғана рөлі емес, қоғамдағы рөлін айқындап береді. Ер адамдардың әкенің міндеті қандай, баланың міндеті қандай. Ұлттық тәрбие беруде біз нені басты назарға ұстану керекпіз. Осы ретте маған ұнаған бірден бір ойы, балаңды аясаң аяма дейді. Иә, біз ең бірінші баланы табысты тұлға ету үшін оны еңбекқорлыққа, мал табуға үйрету керекпіз. Абай атамыз айтқандай, біз білім арқылы бай болуды меңзейді. Міне осы ойлардың бәрі Харекет кітабында көрініс тапқан. Келесі сіздердің назарларыңызға ұсынатын топтамам балалар әдебиеті, яғни оқушыларыма оқуға кеңес беремін. Ең бірінші кітабым қолыма ұстап тұрған бұл тәуелсіз қазақ әдебиетінің жемісі деп айтуға болады. Ақберен Елгезектің болмаған балалық шақ атты хикаятын оқуға кеңес беремін. Оқығаннан тілге жеңіл, түрлі қиялдар кететін, адамның жан дүниесін астан-кестен ететін керемет оқиға деп айтсам болады. Болмаған балалық шақтың кейбір хикаялары әлеуметтік желі арқылы кең таралып кетті. Мүмкін сізге бұл таныс болар. Сізге бұл повесті толығымен оқуға кеңес беремін. Бұл, яғни қолдан қолға өтіп келе жатқан қазақы бестселлер. Мен бұл шығарманы оқи отырып, ішкі әлемім төңкерілсіп, кейіпкермен бірдей уайымдап, қайғырып, онымен бірге күлдім деп айтуға болады. Балалық шаққа барар жол бар да қайтар жол жоқ демекші, болмаған балалық шақты оқу арқылы балалық шақтың ең керемет естеліктерге толы екенін түсіндім. Келесі кезекте ұсынғалы отырған кітабым Гарри Поттер и Кубок огня. Әрине, бұл шығарманы оқымасаңыздар да сіздер кинодан біліп көріп жүрген шығарсыздар. Осы ретте шығарманы түпнұсқаны оқи отырып, тіл байлығыңызды, ойыңызды, қиялыңызды ұштап, өзіңізді керемет бір оң өзгерістерге апаратынына кәміл сенемін. Келесі назарларыңызға ұсынатын үшінші топтамам ол әлемдік бестселлерлер. Әрине ол өзін-өзі тану, өзін-өзін жетілдіру, позитивті психология бағытына арналады. Әрине бұл кітаптарды мен жоғары сынып оқушылары мен
әріптестеріме және ата-аналарға оқуға кеңес беремін. Ең бірінші кітабым әлемдік бестселлер Дейл Карнегидің «Алаңсыз өмір сүру құпияларын» ұсынғым келеді. Бұл кітапта адам болмысының ішкі қайшылықтары мен сан түрлі күйзелістерден, көңілдегі алаңнан құтылудың құпиялары көрсетілген. Бойдағы үрей, сенімсіздік, қорқыныш дегендерді қалай жеңуге болады, қайткен күнде табысқа жетем деген керемет ұсыныстар көрсетілген. Әрине, бұл әлемдік бестселлер біздерде қазақ тілінде жарияланып отыр. Келесі ұсынатын кітабым бұл да бір әлемдік бестселлер Роберт Кийосакидің «Богатый папа және бедный папа» деп аталады. Бұл кітапты естімеген адам аз шығар. Осы кітапты оқу арқылы мен ата-аналарға балаңызды тек қана бір мамандыққа баулуда емес, жан-жақтылыққа, табысты болудан кілті неде екенін, түп сананы өзгерту арқылы, өзіңді өзгерту арқылы әлемді өзгертуге болатынына көз жеткізгім келеді. Келесі ұсынатын тағы да бір бестселлер әлемдік халықаралық деңгейде бұл Джо Диспензаның «Сила подсознания», қазақша түп сананың күші деп аталады. Яғни бұл әлемдік бестселлер 4 миллион данада шыққан, әлемнің бірнеше тіліне аударылған. Бұл жердегі эксперименттер мен тәжірибелер шынайы өмірден алынған. Яғни бұл жерде автор 4 аптаның ішінде өмірді, адамды өзгертуге болатынына көз жеткізіп дәлелдермен келтірілген. 4-ші кітабым ұсынатын Элихо Голдраттың «Цель» атты әлемдік бестселлерін ұсынғым келеді. Бұл жерде автор сәттілікте емес, дело не в везении, а дело в цели осылай айтады. Яғни мақсаты болған адам ғана үлкен жетістікке жетеді дейді. Осы кітаптарды оқу арқылы кемелденген білімнің иесі, табысты тұлға болуға сенімім мол. Келесі назарларыңызға ұсынатын кітаптардың жалғасы мазмұндама баспасының әрбір адам оқуға тиіс 10 кітап айдарынан менеджер және кемелдену кітабын ұсынғым келеді. Бұл кітаптардың әрқайсысында әлемдік бестселлер 10 кітаптар тіркеліп жинақталған. Оның ішінде Стивен Ковидің «Жасампаз жаддардың 7 дағдысы», Дейл Карнегидің «Дос табудың құпиялары», Виктор Франклдың «Өмірден мән іздеген жан» секілді атақты бестселлер жинақталған. Құрметті достар, кітап сүйер қауым, бүгін назарларыңызға ұсынған 10 кітапты оқиды деген сенімдемін. Мыңның түсін білгенше бірдің атын біл демекші. Егер өміріңізді өзгертіп, өзіңізді өзгертіп дамытқыңыз келсе, оның бірден бір жолы кітап. Әбіш Кекілбаев ағамыз айтқандай, адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана демекші. Біздің кітапханамыздың есігі кітап оқыр достарға әрдайым ашық. Ықылас ниеттеріңізге көп-көп рахмет.